Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Яндекс грузовой бойынша күнделіктерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біраз болды түсірмей кеткелі. Күнде түсіріп жүрген адам қызап айттым ғой, енді күнде түсіруге тырысамын. Өткенде көптеген сұрақтар келген екен, солар ары қарай мені мотивировать етіп жатыр. Бүгін мысалға, бүгін бірінші қаңтар деген қараша. Бүгін бірінші қараша, біз Яндекс бойынша жұмысқа шықтық. Бүгін ерте шығу керек едім, негізінде жұмыстарға байланысты кеш шықпадым. Сағат 11-ге жақын шықтым. Қазір сағат 11:41. Бірінші заказды орындап үлгердім. Ол бірінші заказды қарайтын болсақ 3310 теңгеге болған заказ. 12 минут уақыт алды. Сол одан Бағордасына Бағордаға келгенбіз. Сол Бағордан заказды түсіріп шығып келе жатып, тағы бір заказ ұстап алдым. Бұл Рысқұлован бойында, мына жерде екен. Соған қазір барамыз. Так что мотивация ретінде лайк баспаңыздар. Екінші заказды қабылдадық. Мынандай уголок. Андай бүйтіп сылаған кезде жанына бүйтіп қойып жібереді. Сол ғой. Тезка кетіп бара жатыр алдыда. Бұйыртса бұны Дарабоз деген көшеге алып бара жатырмыз. Дарабозда көшеде тұратын адамдар болса, лайк. Ой, кешіріңіздер. Екінші заказы болды. 3000 теңге болды. Сонымен бізде былайынша 6000 теңге ғой, екі заказдан. Бізде көрсетеді 5900. 6,5 даже. Комиссия ұстағанмен қосқанда. Сол, ары қарай кетіп бара жатырмыз. Қараймыз, күтеміз. Алматушечка моя. Қандай керемет қараш, күз түсіп, сұрғылт қаттайды аспан бет. Сондай бір тақпақ бар еді, кесінде үйренген. Үйлерді қаптатып атыр кәдімгідей. Бүгін негізі ертерек шыққам. Содан кейін ары бері жүріп, машина жуып шығам дегенше сағат 11 болды. Негізінде ертерек шықсаң, күндік табысты примерно 50 мыңға дейін ұруға болады. Яндекс грузовойдың анандай Яндекстен айырмашылығы сағат 7-ге дейін заказ қызу жүреді, одан кейін азайып қалады. Сол кәдімгі с утра тұрып, кешке дейін жүрсен, жақсы зоналарда жүрсен, 50 мың, болмаса одан да көп ақша шығаруға болады. Мен өзім 47 мыңнан істеп жүрдім 2 күн, 3 күн ба? 3 күндей. Сол түнімен болғанда сағат 7-8-ге дейін жүретінмін. Сол кезде табысым 50 мыңға жетті ғой жаңағы. Чистыйым бар, грязнийім бар бәрі. Ал қазір барахолка жаққа қарай жол тартып баратырмыз. Алай бір заказдар түсіп қалса, әгераки адамдарға менің көмегім керек болып жүріп жатқан болсам, хабарын айтармын, жамағат. Үшінші заказ сағат 12:35. Бір жаққа кетіп бара жатырмыз. Мөңкебейден алып шығып бара жатырмын. Мөңкебейде жаңадан жол жасалып жатыр. Бодрум мейрамханасы. Келген адамдар болса, ішінде қалай, тамақ нормальный ма? Мен бұрын осы жерде той басқарғаным бар. Қазір көтеріліп кеттім Яндекстен. Андай жаңбыр жауса, кішкене үшті болып, андай таулар қаршаш. Не дейді құрсында таулар кәдімгідей. Мен демалшы деп тұр. Жаңағы заказды әлі алып кетіп бара жатырмыз. Тауларды көрсетейін деген. Таулар
ашылып әдемі болды. Әйбәт болып біз жақтағыда айтатын солай айтады. Әйбәт таулар. Таулар түсіре бермей жолыңа қара дейтін адамдар болса, лайк баспайындар. Ё-мо, жаңа түсіруді ұмытып кеттім ғой. Жаңағы барахолка жақтан апарып түсіріп, Қалбатауға салып жердік. Қалбатау. Лайк. Адамдар бар ма Қалбатаудан? Қазір сол жерден шығып келе жатыр енді. Тағы бір заказ түсті мына сифудный жақтан. Біз барамыз Сайна Асқароваға. Андай краскілер салып жерді. Краскілерді апарып, содан кейін ары қарай көреміз. Бұл бізде, по-моему, уже 4-ші заказ. Жоман емес, 2 сағатта 4 заказ деген. Алдындағы заказдың бағасы 3300 теңге болды. Бүгін үшін бәрі 3000 теңгеден. Все по 3000. Жаңағы красканың заказын бітірдік, достар. Енді тағы бір заказ түсті. Оған кетіп бара жатырмыз. Так, бұл жерде нужен грузчик дейді. Заезд с паркинга. Код паркинга 2202. Ага. Все, грузчикпен дейді. Грузчик етіп жүресіңдер де. Грузчикпен берілетін заказдардың бағасы 2 есеге қымбатталады. Например, 3000 теңге болса, 6000 теңгеге есептеледі. Өйткені грузчиктің қол ақысы төленеді. Вот, табиғат қандай керемет. Негізі Алматыда табиғат әдемі. Бірақ оны кейде біз білмейміз да. Жұмыспен жүріп байқамаймыз. Бензиніміз азай қапты. Қойып алайық. 8-литровый дамасымызға V8 деп қойсын. Бензин расход бойынша мен айтайын, 3000 теңге қойып, бір сменаны еш уайымсыз атқаруға болады. Өйткені бұл ески ма, бір бөлейтір. Кіші жемейді, 3000 теңген еще жартысы қалады. Так, 5-ші заказ 4700 теңге oldu. Ара-қарай кеттік. Заправка жасау керек айтпақшы. Только заправился. Бір заказ шығып тұрға. Еще грузчикпен. Қайқа оратырын білмеймін. Бірақ әйтеуір шығып тұр. Ал шығып тұрған грузда біз алуымыз керек деп ақылы күтті. Әзілға. Тағы бір груз шықты. Заправкадан енді шығып, енді болып атқан кезде. Опа, ана жерге семей қалдық қой. Енді болып жатқан кезде груз шығып болды. Еще грузчигімен. Бұл дегеніміз бізде 2 есе баға есептеледі. Сондықтан да біздің көңіл күйіміз тамаша. Мына 5-ші заказымыз Зенков көшесіне бара жатырмыз. Мынандай бір шкаф екен. Безналичныйда бағасы сразу көрсетіледі. 4900, ожиданиясымен примерно 5100, 5200. Сондай шамада шығып қалуы мүмкін. Қазір біз Розбакиева Тимирязев көшесіндеміз. Солай. Өздерің не істеп жатсыңдар? Тамақ ішіп жатсаңдар, астарың дәмді болсын. Машинада отырып көріп жатсаңдар, терезелерін сәл ашып қойыңдар, ыстық екен мына жер. Так, 6-ші заказ бітірдік. Бағасы 5000 теңге болды. Ойбай, өшіп қаласың ба? 7-ші этажға көтеріп шыққасың бір шкафты. Тағы бір заказ түсті. Сәж безналичный. 2 точкаға дейді. Бұның ақшасы енді 10 мыңға ма сондайға бар керек. Все, кетіп бара жатырмыз. Давайте. Так, тағы бір заказ. 2 адрес келген. Каспийден замлерге жіберетін нәрселер ғой. Мынандай. Артында бір коробкасы мен жинап.
Осылар жібереміз. 8600 теңге дейді. Жаман емес дедім мен. Все, хорошо дедім. Болды, кеттік болды. Басқа қайқа дедім. Бірінші точкасына барып тастадық. Енді екінші точкаға кетіп бара жатырмыз. Сағат бізде 17:16. Бұл Тимирязев көшесі. Самокаттан түсіп өтеді нәждене. Так, мынау ссылка вручена деп басайық. Что-то интернет нашар болып тұр. Рассчитываем стоимость дейді. 8600 теңге. Жаман емес. Кеттік ары қарай. Тағы да заказ болса қосыламыз. Алматы уақыты 17:46. Деп әңгіме жерді. Так, 7-ші заказ жасаған екенбіз ғой. 7 заказ бітірдік. Естеріңізге салайық, сағат 11-де шыққанбыз. Қазір уже 6:15 минут қалды. Қаланың төмен жағына түсіп көрейік. Сол жақта заказ болуы мүмкін. Қазір зонада екенбіз ғой. Зона. Нетри зона. Зона жоғары қарай шығып кетті. Ну ладно, ничего страшного. Большой спрос болады қазір. Ал кеттік. Төле биге қарай түсеміз. Сол жақта бізде заказдар болу керек. Сондықтан басқа арнаға ауысып кетпеңіздер. Осы видеоны аяғына дейін көрдіңіздер. Аяғына дейін көрген адам аяғында не болатынын біледі. Сағат 17:52. 8-ші заказымыз келіп түсіп жатыр. Қош келіп жатсың 8-ші заказ деп. Қуып соған кетіп бара жатырмыз. Бізде бұл жерде микрорайон Көктем 2 дейді. Бірінші этаж 101-ші квартира деп жазып қойыпты. Ол жаққа біз көтерілмейміз. Өйткені бұл жақта күріш қосылмаған. Сондықтан келеміз да звондаймыз. Қайдасың, мен кеп тұрмын ғой, шықпайсың ба, е-мая деп. Бізді жіберсен әждегілер, өтіп кетсек. Нұр үстіне нұр болар еді, ай, рахмет. Рахметтен. Мына бүгіндік табыс 5 сағат жүргесін. Әр сағатында 5000 теңге тауып тұрмын ғой, сонда мен Криштиану Роналдодан сәл-сәл қалып тұрғы енді. Долгая подача екен, 17 минут уақыт береді бізге. Барып, что там, брат, не алып кету керек, базар жоқ, салмайсың ба деп айтуға. Басқа, не жаңалық өздерінде? Комментарий жазып отырсыңдар ма? Алдында бір сұрақ қойыпты, қай таксопарк жақсы деп. Мен өзім білмеймін қай таксопарк жақсы екен, бірақ қала бойынша жүр ғой, везунчик деген машиналар сары. Мен сол таксопаркке тіркеліп алғам. Солардың өзіне звондап, мені тіркеңіздерші деп техпаспортты жіберіп тіркелім. Вроде сол жақсы, ал қалған таксопарктерді анығын айта алмаймын. Машина ДАМАЗ 23 жылғы 4.100.000 сатып алғам. Жеке өз басыма. Бұны алу себебім тоже үй салып атқаннан кейін мынандай машинам бар, соны қинамас үшін болғанда кішкене қина жібердім. Toyota Windom 21-ші кузовта 99 жыл. Состояниесі ля-ля-да, қазір суретін қойып қоймын, если что. И соны қинамас үшін, ішінде бәрі өз орнында тұрған үшін оны жуып тазалап үйге қойып қойдым да. Осыны сатып алдым. Қазір ремонт пока жартылай бітіп тұр.
пока үйде құры тұрмасын деп Яндекске тіркеп қойғам. Өзінің ақшасын өзі ақтап отыр, молодец. Вообще басында ойыншық машина сияқты көрінген, қазір былай өзімше былай Геленваген айдаған адам құсап жүрмін ғой. Мына әзіл өтіп жатса лайк басуды ұмытпаңдар. Сол, кеттік онда, біз заказға барайық. Күтіп тұрған шығармыз. Қайда жүрміз? Соны тағы да қосыла жатармыз. Так, 8-ші заказымызды алып кеттік. 2 коробка салып берді. 40 минут жүретеміз. Төле би 300А дейді. Примерно білем қай жерде екен. Ал Алматының кешкі пробкасымен серуендеп сіз боп, біз боп барып қайтайық. Так, 8-ші заказ бітті сонымен. 2 коробканы Қызылордаға салып жердік. Сағат 7:30 болды. Өте ұзаққа бардым. Өйткені қаланың іші пробка. Сондағы шыққан суммасы 5000 теңге. Бүгіндік табыс 29595 теңге. Қалдамда 3000 теңге еще бар. Сонымен қосқанда 32 000 теңге болып тұр. Сол, давайте